Дұрыс, ана ұлың армияға баратын жағдайда қалып алу керек. Армияға сенімсіз болып тұр ғой. Жібермеймін армияға, қылып кетсінар. Айналайын, бір соттық жерімде, бір қарыс жерім жоқ. Неменесін армияға жіберем? Тоқаевтың мен Назарбаевтың қатын қалашын қорғауға жіберем ба? Иә, Сол тем балам более айтып үстінде тұрдың маған көмектесіп па Тоқаевтың үкіметі? Жібермеймін армияға. Иә, тем более айтып баласы десе білесің, ол жерде уже олар білесің ғой қалай жасайтын сукалардың біледі. Кешегіге дейін қыз біздің алдындағы бас көтеріп, басын тәуекелге тігіп жүрген мынау белсенді ағаларымыздың, саяси ағаларымыздың, білімді ағаларымыздың арқасынан көзімізді тарс жұмып, өзіміздің міндетімізді орындауға дайын болыңыздар, шығыңыздар алаңға. Жұмыс жасаңыздар, құрметті қазақ жастары. Қазақтың болашағы сіздердің қолдарыңызда, жақсы өмірде. Біләш ағаң да, Мұхтар Әблязов те, жеме-жемге келгенде мен де жас емеспін, 40-қа келдім. Мысалы үшін қаншама аға буындылар шырылдап жүрген кісілер, олардың бар. Ой, пармай, мынау Қотырат пен Соқырат қосылып алыпты ғой. Көті жоқ батырлар, шетелде отырып алып митингке шақыратын. Провокаторлар. Тоқаев анандай, Назарбаев мынандай ырыс бала. Анау қарекетқор жаман. Жетім жесірлерге 2 үй алып берші, 2 үй. Мыңдаған адамды, үй қылып атқан адамдарды жамандауды білесіңдер. Кеше қаңтарда келмедіңдер ма, шықпадыңдар ма? Қабырғасы қайысып қанша адам өліп кетті сендер деп. Қашан қоясыңдар? Шетелде жатып алып. Қандастар, басқаша айтпай-ақ қояйын. Қытайдың әліппесін оқып келіп қазаққа ақыл үйретпеңдер олай. Ол менталитеттеріңді таяқты жедіңдер ма Қытайда? Барып Қытайда істеңдер сол тірліктеріңді. Қытайға барып айтыңдар оны митингке шығуды. Қазақстанға келіп айтпай. Направленияны күшті беріп қоясыңдар, отырып алып, ұятсыздар. Ар намыс ұятын жеп қойған маймылдар. Мұхтар Әблязов деп қояды тағы болса. Қолдаңдар осындай ағаларды деп қояды. Қолдамаймын ешқашан. Қазақты тонап кетіп, шетелде жатып алып, қазақты тонаған ақшаларды мына жерде сімірейген, соның жүгермектеріне ақша төлеп, митингке шақырып отырған ондай адамдар қолдамайды біздің қазақ. Біз қазақтың әліппесін оқығанбыз. Бізге ақыл айтпай қойыңдар. Ақылымыз өзімізге жетеді. Шүкір. Сендерсіз де өмір сүрдік, сендерсіз де өмір сүреміз дальше. Қайырлы күн, қазақ елім. Жаңа жолда келе жатып, тиктокты қарап отырып, енді Бадықованың күйеуі кино шығарайын деп отыр екен. Алданған адалдық деген ба, бір нәрсе деген. Қазір біздің танымалды тұлғалар өзінің өмірін кино қылып көрсетіп, миллиардтап қаражат жинай беретін болды ғой. Сол кісілерге бір идея тастағым келіп жатыр да. Ендігі киноны сендердің жеке бастарыңның, анау жеке тағдырларың қызық емес, ана Қабатованың қатынында жеке басының жаңағы өмірін кино қылып ақша жасайын деп отыр ғой. Сонда біз өсек пен төсектің арасындағы киноларды көруіміз керек па? Бір идея тастайын, саяси қоғам шындығы туралы кино түсірсеңдер. Киноның негізгі ауқымды несі, талқылайтын мәселесі көрсетілімі да, ауқымды көрсетілім мақсаты сайқал саясаттың құрбаны болған қазақ жастарының тағдыры деген осындай мақсат. Сол қазақ жастарының өмірін, тағдырын, осы саясаттың құрбаны болған тағдырын көрсететін фильм түсірсеңдерші. Сайқал саясаттың құрбаны болған жастардың тағдыры деген. Оның ішіне көп дүниелер кіргізуге болады. Мысалы үшін әскерге шабытпен кеткен баланың табытпен келуі, жастардың лудоманиялық ойынға шалдығуы, ауруға шалдығуы, жастардың педофилдердің қолына жаңағы қор болуы, қазақ жастарының баспана үшін жатырын жалға берілуі, жас қыздарының баспана үшін, қазақ аналары, қазақ қарагөздері баласын емдету үшін аладорбасын арқалап шетелге кетіп қаражат жинауы, аққар көк мұзда күн ыстыққа қарамай клубника теруі, қазақ жастарының шетелде жүріп ата-анасының бауырының табытын көтере алмай еңіреуі, осы саясаттың әлсіздігінен, еліміздің ішіндегі дұрыс реформаның жоқтығының кесірінен сайқал саясаттың құрбаны болған қазақ жастарының тағдыры деп осындай бір үлкен ауқымды фильм шығарсаңдаршы.
сендердің ана үйлеріңдегі өсектерің менен төсектеріңнің арасындағы емес, 35 жылда сайқал саясаттың құрбаны болған қазақ жасының тағдыры деген кино шығарыңдар. Иә, сонда көп қаражат жинайсыңдар. Қазіргі таңда қазақ жастарының тағдыры қалай бүлінгені және болашағы бұлыңғыр екенін көретін боласыңдар. Басты рөлді сомда десеңдер, сомдап бере аламыз. Бізде сол сайқал саясаттың құрбаны болып, әділетсіздіктің құрбаны болып, шетелдегі жүрген қаншама қазақтың қаракөз қыздары бар, ұлдары бар, баласын емдету үшін шетелге келіп қаражат жинап жатқан, басына баспана алу үшін шетелге келіп қаражат жинап жатқан, ата-анасының соңғы сапарына шығара алмай, ата-анасының асын беру үшін шетелде жүріп қаражат жинап атқан, екі тізесін құшақтап жылап жатқан қаншама қазақтың қара көздері жүр. Осының барлығы еліміздің ішкі 35 жылдан бері құрылмаған, жастарға жағдай жасалынбаған сайқал саясаттың құрбаны болған қазақтың тағдыры, қазақ жастарының тағдыры. Соны көрсететін фильм істесеңдерші, өздеріңді жеке өмірлеріңді қазаққа фильм қылмай, фильм шығарғыштар, кино шығарғыштар. Атысатын болдыңдар ғой, енді ажырасып аласыңдар да, сол ана адамды кино арқылы халыққа танытқыларың келеді. Бұрынғы қойындарыңдағы жатқан байларыңды, Қабатованың әйелі де, мына жаңа Бадыковада, енді Бадыкованың күйеуі шықты, Бадыкованы халыққа кино арқылы таныту үшін. Не керек бізге? Сен екеуің бір-біріңді 15 жыл тұрып танымағанда, халық не үшін тану керек сендерді? Кино арқылы. Зачем это? Халыққа, қазаққа, қазақ екендігін танытыңдаршы. Сен екеуіңнің бірін-бірің арасындағы 15 жылда бір-біріңді танып, табыс алмаған тағдырларың халыққа қызық емес.